How beautiful is this? Сәлем, Седерик, елден астам елді көрген саяхатшының таңы қалай атады? A perfect morning, how it would look. Мінсіз таң дейсіз бе? Қайда жүрсем де таңертең ерте тұрып аш қарынға жүгіргенді ұнатам. Теңіздің иісі аңқып, күн нұры әлсіз қыздырып тұрса, тіптен тамаша. Шып-шып терлеп, салқын душ қабылдап бір сергіп алған ұнайды. Барған еліңіздің табиғатын әбден зерттейтініңізді, табиғатқа жалпы қоршаған ортаға деген махаббатыңызды Instagram парақшаңыздан жақсылап білдім. Ал айтыңызшы, енді Қазақстанда сіз үшін не нәрсе біртүрлі болып көрінді? I think it's more a personal thing for me. Менің өмір салтым, тамақтануым толық вегандық болғандықтан етті көп жейтін ерге келудің өзі біртүрлі болды. Әрине, мен жергілікті салт дәстүрді құрметтеймін, әркімнің өз таңдауы болады, жатырқаушылық жоқ. Десе де ат үстінде сейілі құрып келіп, түскі асты жылқы етін жеп отырғанды көру біртүрлі болмады десем өтірік айтқаным болар. Сонда айтыңызшы, Қазақстанда жылқы етінсіз, етсіз жалпы қонақ болу мүмкін бе? Yeah. So to be Мүмкін, бірақ 100% веган адам үшін сәл қиын екен. Тамақтануым сондай десең, екінің бірі бірден түсіне қоймайды. Жануарға қатысты ештеңе жемейтініңді, жұмыртқа, сүт өнімдерінде талғажау етпейтініңді адамдарға жеткізу қиын. Ал қазақ асханасында сүт тағамдары көп ақ. Дастарханның ләззатын толық сезіне алмағаным өкінішті. Дегенмен де қасымдағы адамдар барынша вегандық тамақ түрлерін табуға көмектесіп, қазақы вегандық ас түрінен дәм татырды. Мысалы, мәнтінің сондай түрлерін жедім. Тағы біраз аты күрделі тамақтар болды. Түйгенім, Қазақстанда веган болсаң да қонақ болуға болады екен. give me what I choose for to eat, and I appreciate that very much. Баған айтқанда елден астам елде болдыңыз. Басқа елден табылмайтын, тек Қазақстаннан ғана табуға болатын нені шетелдіктерге ұсынар едіңіз? My opinion, so far, all the things I've tried. Меніңше бұл Алматы. Оның өзінен және маңайынан бәрін табуға болады. Шатқалды да, көлді де, тауды да, шаңғы курортында, шөлді де, табиғи қорықтарды да жанына жинаған бірегей мегаполис. Мұндайды таба алмайсыз. You have the city, all of these things are very close by to Almaty. Жауабыңызға рахмет. Енді тәжірибелі саяхатшы ретінде айтыңызшы, Қазақстанға туризм әлеуетін дамыту үшін тағы не істеу керек? That's a good question. I think they already. Өте жақсы сұрақ. Менің көргенім бойынша туризмді дамыту үшін біраз дүние жасалған байқауға болады. Қосарым, бәлкім ендігісі жергілікті халық көбірек ағылшын тілін үйреніп, ағылшынша білетіндердің санын арттыру керек сияқты. Қасымда Ердос есімді әріптесім болды. Оның айтуынша Қазақстанда ағылшынша сөйлегісі келетіндер көп. Өз елін ағылшынша таныстыра алатын, ағылшынша коммуникация құра алатындардың көп болуы шетелдіктердің көбірек келуіне, олармен жақсы байланыс құруға септігін тигізетіні сөзсіз. In their own country, so they can also interact better with the foreigners coming in. Ұсынысыңызға көп рахмет. Енді оңтүстік Африканың Кейптауннан таңғы тілек болса. Okay. Good morning, Kazakhstan. Қайырлы таң, Қазақстан. Өмірлеріңізде денсаулыққа барынша пайдалы болатын таңның көп болуын тілеймін. Сыртқа шығып, күн нұрына шомылып, таза ауадан ләззат алыңыз. Oyan, Kazakhstan.